оқушылар. Саламатсыздар ма? Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымызды қазағымыздың асыл мұрасы киіз үй арқылы топқа бөлуден бастаймыз. Қазір бір баладан келіп, ағаш үйді басып, шыққан топ санына отыра бересіздер. Келе ғой кез. Үшінші топтан келіп бір оқушы жүгіреміз. Үшінші топқа бармайсың ба? Үшінші топқа барасың. Бірінші топ. Кел бірінші топтан. Тез қимылдаймыз балалар, уақыт өтіп жатыр. Үшінші топ. Үшінші топтан бір оқушы келе ғой. Тез жүгір. Альбина, бол. Тез қимылдаймыз оқушылар. Үшінші топ. Келесі үшінші топтан тағы да бір оқушы жүгіреміз. Шапшаң қимылдаймыз. Бірінші топ. Каусар бірінші топқа бар. Бол. Екінші топтан бір оқушы кел. Жүгір. Екінші топ. Келесі. Бол. Балалар, тез. Бірінші топ. Кел, бірінші топтан бір оқушы. Келесі дайындалып тұрамыз. Екінші топ. Жүгір. Үшінші топ. Кел, үшінші топтан бір оқушы. Екінші топ келе ғой. Екінші топ. Келесі. Үшінші топ. Бол, кел. Үшінші топтан бір оқушы бол. Үшінші топ. Бірінші топ. Келесі бірінші топтан. Балалар, тез қимылдаймыз. Келесі бірінші топ. Кел, бол. Кім басқан жоқ, келеміз. Бол, бастағандар. Келе ғой. Екінші топ. Кел, Арнұр. Үшінші топ. Тездеп қалса, бола ғой. Екінші топ. Олқа. Дәурен кел. Қалса. Бірінші топ. Дәурен келе ғой. Олқа. Бәрін басып қалушылар. Кім басып қалды? Болды. Топқа бөліндік. Жақсы. Топқа бөліндік. Енше сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Енше топқа бөліндік. Енше сабағымызды бастайық. Үйге қандай тапсырма беріліп еді? Арзу? Асқазан үшін балалардың аурулары. Жақсы. Үй тапсырмасын қайталауға тапсырмалар берілді. Бәріміз экранға назар аударамыз. Оқушылар. Экранда көрінген сұрақтарға жауап береміз тақтадағы. Асқорыту жүйесі ауруларының ең жиі себебі неде? Көп ұйықтау, дене жаттығуын көп жасау, гигиенаны сақтамау. Кім айтады? Асқорыту жүйесінің аурулары неден пайда болады деп тұр сізге? Көп ұйықтау, дене жаттығуын көп жасау, гигиенаны сақтамау. Дене жаттығуын көп жасау. Қол көтереміз. Гигиенаны сақтамау. Өте дұрыс. Келесі сұрақ. Асқазан жарасының, яғни гастриттің басты себебі сүт ішпеу, артық қан ішу, бактериялар мен стресс. Бактериялық стресс. Өте дұрыс. Тамақтан уланудың негізгі себебі артық қан ішу, дәмдеуіштердің көп болуы, уақытында жиналмаған және бұзылған тағам. Уақытында жиналмаған және бұзылған тағам. Дұрыс. Келісеміз бе оқушылар? Ішек инфекцияларының алдын алу жолы. Таза су мен таза тағам пайдалану, дәрігерге бармау, қолды жиі жумай қою. Таза су мен таза тағам пайдалану. Өте дұрыс. Тамақтан уланған адамға ең алдымен не істеу керек? Мол су ішкізу, кофе беру,
dәрумендердің түрлері, олардың маңызы және оларды жіктеу. Жақсы оқушылар, яғни дәрумендер латынша вита, тіршілік деген мағынаны білдіреді. Бұл дәрумендер біздің ағзамыз үшін ең қажетті органикалық заттар деп табылады. Дәрумендердің жалпы біздің ағзамызға қажетті 20 түрі болады екен. Жалпы олардың түрі көп, бірақ ең қажетті дәрумендер 20 түрі керек, біздің ағзамызға керек екен. Бұл дәрумендерді біздер қайдан аламыз? Күнделікті тағамнан, азық-түліктен алады екенбіз. Дәрумендерді 1880 жылы орыс дәрігері Лунин деген кісі анықтап ашқан. Дәрумендер латынның бас әріпімен, яғни А, Б, С дегендей осындай бас әріппен белгіленеді. Бұл дәрумендердің түрлері өте көп. Дәрумендердің тобына қарай екі үлкен топқа бөледі екенбіз. Суда еритін дәрумендер, майда еритін дәрумендер. Суда еритін дәрумендерге С дәрумені Б тобындағы дәрумендер. Және де біздің Б тобындағы дәруменге жататын тағы да бір дәрумен, бұл глицин дәрумені жатады екен. Бұл суда еритін дәрумендер көбіне өсімдік текті өнімдерде кездеседі екен. Майда еритін дәрумендерді біздер К, Е, Д, А дәрумендерді жатқызамыз. Бұл дәрумендер көбіне жануар текті өнімдерде көп кездеседі екен. Енді жалпы дәрумендердің ағзадағы мөлшері 180-200 миллиграммдай. Бізге толық қажет болу үшін, осыны өтеу үшін біздің ағзамызда дәрумендер өте жеткілікті болу керек. Егер де ағзамызда қандай да бір дәрумен жеткіліксіз болса, оны гиповитаминоз. Ал егер де ұзақ уақыт бойына бір дәруменнің жетіспеушілігі, ол авитаминоз деп аталады екен, түртіп отырамыз. Егер де біздің ағзамызда шектен тыс дәрумендер көбейіп кететін болса, оны біздер гипервитаминоз деп атаймыз. Терминдерді дәптерімізге жазып түртіп алып отырамыз. Енді сабағымызды ары қарай жалғастыру үшін жақсы оқушылар, ендеше сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бәріміз тақтаға қараймыз. Бастайық. Қызықты деректердегі теңізшілерді дәрумені не екенін білмеген. Бірақ олардың жаңа жемістері мен көкөністері тапсырды. Бұл С дәруменінің жетіспеушілігінен болатын сырға ауруы. Бүгін мен 8 сынып оқушыларына күнделікті дәрумендер туралы және олар жетіспегенде не болатынын айтып беремін. Келіңіздер шоудың 4 жұлдызын қарастырайық. АБОЖД А дәрумені көздеріңіздің ең жақсы досы. Ол қараңғыда жақсы көруге көмектеседі және теріңіз бен иммундық жүйеңізді күшті ұстайды. Жасөспірімдер үшін күнделікті мөлшері қыздарға шамамен 200 микрограмм, ал ұлдарға 900 микрограмм. Сәбіз тәтті картоп, шпинат, жұмыртқа, сүт. А дәрумені жетіспесе түнде көрмей қалу, қараңғыда жақсы көрмеу. Көздің құрғауы және зақымдатуы мүмкін. Бір дәрумені оны тиамин атайды. Бұл сіздің энергияңыздың ұшқыны. Ол ағзаңызға тамамды энергияға айналдыруға және жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Жасөспірімдерге күнделікті қыздарға шамамен 100 мегам, ал ұлдарға 1-2 мегам қажет. Бүтін дәрі дақылдар, бұршақтар, жаңғақтар, тұқымдар, майсыз шошқа еті. Ұзақ уақыт бойы жетіспесе әлсіздік, жүйке ұшының шаншуы, жүру қиындығы, ауыр жағдайда жүрек проблемалары. С дәрумені жүргеуіш топ. Ол коллагенді құрайды. Теріңізді, қызыл иегіңізді және қан тамырларыңызды біріктіретін зат және темірдің сіңуін арттырады. Күнделікті қажеттілік жасөспірім қыздарға шамамен 65 миллиграмм, ал жасөспірім ұлдарға 75 миллиграмм. Апельсиннен, кивиден, құлпынайдан, болгар бұрышынан, брокколиден. С дәрумені жетіспесе, цинга пайда болады, қызыл иектің қанауы. Оңай көгеру, буын ауруы, жаралардың баяу жазылуы. Д дәрумені сүйектердің бастығы. Ол ішектеріңізге кальций мен фосфорды сіңіруге көмектеседі. Сонда сүйектеріңіз күшті болады. Жасөспірімдерге күніне шамамен 600 ию қажет, бұл 15 микрограмм. Күн сәулесі
kafesi ağzınızda D dərmeni öldürülüye köməkçisidir. Kişitilgen süt, yoğurt, carma, yumurta, sarısı, maylı balık. D dərmenisinin azlığı rakimki erkeği mümkün. Jumsa, elsiz suyekten mayısıp kaldığı mümkün. Sonымен, maksatlarınızdan kalay yiyeceksizdir. Kempir kot, sat tәрізді tabak жасаңыз. Жақсы оқушылар, сізге мына видеоролик түсінікті болды ма? Дәрумендер туралы сізден мәлімет алдық. Ендеше бекіту тапсырмаларына көшейік. Жақсы. Бірінші тапсырмамыз білу түсіну деңгейіндегі дәрумендер кафесі. Бұл жерде әр топ өзінің дәмханасына ат қояды. Дәмхана ашасыздар, ол дәмханаға ат қоясыздар. Одан кейін сол дәмханаңыздағы күнделікті ұсынатын ас мәзірін дайындайсыңыз. Таңғы ас кіреді, түскі ас, кешкі ас. Және де жаңағы әр топ өзінің кафесін таныстырады. Бір оқушы мәзірді таныстырады, бір оқушы дәрумендердің пайдасын түсіндіреді. Ал үшінші оқушы жарнама жасайды. Түсінікті ма? Бәріміз бірге жасаймыз. Түсінбеген жерлеріңізді тақтадан қарайсыздар. Ал тапсырма бойынша тездетіп жұмыс жасаймыз. Ұйымшылдықпен жұмыс жасаймыз. Дәрумендерді алдарыңызға қойдым. Дәрумендер. Жақсы, бірінші топ дайын екенбіз. Уақыт кетіп жатыр, уақыт үнемдейік оқушылар. Ал бірінші топ қалған топқа кішкене тынышталамыз. Бірінші топ дәмханамыздың аты. Біздің дәмханамызда А, Б, С және Д дәрумендері май, бол. Иә, дәмханасының аты Ғасыл дәм екен. Дұрыс айтады, Ғасыл дәм деп қияды. Ғасыл дәм. Бізде дәрумендерге бай тағамдар өте көп деп айтып жатыр. Жақсы, енді өздеріңіздің ас мәзіріңізді таныстыра қойыңыздар. Таңғы асқа авокадо тартылар, асқабақ ботқасы, сүзбе мен бал. Түскі асқа тауық еті мен көкөніс, асқабақ крем қорпасы, қызылша салат. Кешкі асқа балық және ошақ пісірмесі. Және пайдалы сусындар, жидек смузи, детокс суы, миндальды сүт, лактоза, чия қосылған айран. Десерттер, бал қосылған сұлы, печеньясы, йогурт пен жидек стакан. Бұл дәрумендеріңіз, бұл тағамдарыңыз дәрумендерге бай ғой, иә? Дәрумендерін айтпай кеттіңіз, ә? Ал жақсы, ендіше кім жарнама жасайтын болыңыздар? Мана естігіміздей, біздің менюімізде өте көп витаминдер бар. Яғни біздің жасыл дәм кафеміздің ішінде А витамині, В витамині және С мен Д витаминдері бар. А витаминдері біздің кафемізде сіздерге айтатын болсақ, А витаминдері тердің жақсартуына және әдемілікке алып келеді. Ал әдемілік тек қана салонда емес, біздің кафемізде де табақта да болады. Сондықтан біздің жасыл дәм әдемілікке алып келетін кафемізге келсеңіз болады. Яғни біздің кафемізде өте көп дәрумендер бар екенін естідіңіз. Ал тек қана дәрумендер емес, біздің кафемізде акцияда өте жақсы жүретін болады. Акция айтып кететін болсаңыз, әр апта сайын жұма күні бізде өте жақсы акция жүреді. Біздің кафеміз жаңадан ашылған болған соң, әр аптаның жұма күні біз тегін смузи беріледі. Ал егер де қасыңызға бір құрбыны алып келетін болсаңыз, біздің кафемізде 10% жеңілдік жүреді. Сол құрбыңызды алып келіп, сторисіңізге жасыл дәм деген хэштег қойып қоятын болсаңыз, онда біздің кафеміз сізге қасына бір тегін десерт беретін болады. Яғни жасыл дәм кафесі өте әдемі және сұлу, табиғи пайдалы кафе болады. Ол кафе тіліміздің дәм үйіреді.
Не деген жарнама. Қарайсыңдар, бірінші топ. Ал екінші топтың пікірлерін тыңдайық. Екінші топ. Біздің топтың атауы Внутри қазақ кітапханасы. қазақ кітапханасының мәзір таныстыра кететін болсақ, біздің таңғы асына сұлы тұлғасы ол А және Б дәрумендеріне өте бай, ал қайнатылған жұмыртқа Д және Е, В витаминдеріне бай. Алма және қасына иммунитетті арттыру үшін жемшелік, алма немесе апельсин ол С дәрумендеріне бай. Және де Д дәрумені жеткілікті болу үшін біздерге айран керек және олардың пайдасы жайлы айтатын болсақ, пайдасы энергия береді, иммунитетті күшейтеді және ас қосуға ықпалды болып келеді. Ал түскі ас жайлы айта кететін болсақ, тауық еті мен көкөніс қосылған бұқтырма ол А, Б, С, К дәрумендеріне өте бай. Ал қусалық Е және К дәрумендеріне өте бай және алма компоты С дәруменіне бай. Пайдасы иммунитетті күшейтеді, ағзаға қажетті дәрумендерге бай және ақ уызбен қамтамасыз етеді. Кешкі ас тауық сорпасы Б дәрумені, Д витамин және минералдар бөледі. Көкөніс пен көкжапырақ қосылған салат А, С, К, Е дәрумендері бөледі, ал кептірілген алма С және Б дәрумендері бөледі. Қорытынды бұл кешкі ас иммунитетті байытады және теріге үлкен ықпалын береді. Өте жақсы қарап, дәрумендермен қоса айтып. Ал жарнама жасай отырсыздар. Қазақ кітапханасының өзі атап тұрғандай біздің мәзірімізде көптеген витаминге толы тағамдар бар. Біздің мәзіріміз көптеген витаминге толы тағамдармен оларды үйлестіріп сізге жақсы дәм беретін болып жасалған. Біздің дәмханамызда табиғи өнім және табиғи өнім барлық жемістер мен көкөністерден жасалған смузиларды ала аласыздар. Біздің дәмханамызда жақсы атмосфера және жақсы қызмет беруді біз сізге көрсете аламыз. Гена жақсы қылған ба? Керемет. Жақсы, үшінші топ дайындалып отырамыз. Тыныш. Ал үшінші топ өзіңіздің дәмханаңызды таныстырып кетейік. Біздің кафенің аты Вита кафе. Вита кафе дейді. Вита сөзі нені білдіреді? Жалпы дәруменге байланысты, иә? Тіршілік, латынша тіршілік деген мағынаны өте дұрыс. Ал өзіңіздің ас мәзіріңізді таныстырып кетеміз. Қалған топтар тыңдаймыз. Бір-бірімізді тыңдаймыз. Біздің ас мәзірде таңғы ас, түскі ас, кешкі ас қойылады. Таңғы асқа ботқа, қайнатылған жұмыртқа, көк шай, лимон қосылған жылы су беріледі. Ал түскі асқа тауық сорпасы, көкөніс салаты, айран, таза су беріледі. Кешкі асқа ет қосылған күріш, пісірілген балық, шөп шайы беріледі. Ол әр тағамда А, Б, С, Д дәрумендері қосылады. Өте дұрыс. Келесі, жарнаманы кім жасайды? Вита кафесіне. Вита кафе дәрумендері. Ол жақта біз әртүрлі денсаулыққа пайдалы тағамдарды таба аламыз. Олардың құрамында А, Б, С дәрумендері өте бай болады. Біздің Вита кафемізде тазалық өте байланыс қатты қаралады. Және тағамдарымызда ыстық, салқын сусындармен ыстық тағамдар таба аласыздар. Келіңіз көріңіздер, жеп қараңыз. Өкінбейсіз. Бәрекелді. Өте дұрыс. Жақсы міне. Оқушылар жарадыңдар, жарайсыздар. Үш топта бірінен бірі өтті. Бүгінгі, яғни өздерінің дәмханасының атын айтты, ас мәзірін айтты, және де үшті ұлыш өздерінің дәмханасына реклама жасап білді. Жарайсыздар оқушылар. Енші келесі тапсырмамызға көшейік. Сабағымыздың келесі тапсырмалары оқушылар мұқият тыңдап аламыз бәріміз. Келесі қолдану талдау деңгейі бойынша дәрумендердің ағза үшін маңызына тоқталамыз. Ол үшін мен қазір тапсырмаларды таратамын. Сол тапсырмалар бойынша телефондарыңыз арқылы QR кодпен кіріп тапсырманы орындайсыздар. Телефондарын дайындап кіребендер. Телефонын дайындап кіріп осы тапсырманы орындайсыздар.
шыққан үшін кішкене өзіңізге түсінікті қылып істеп көріңіздер. Ерланда қандай дәрумен жетіспейді? Бұл дәрумен жетіспесе қандай ауру пайда болады? Қандай тағамдармен бұл дәруменді толықтыруға болады? Ерланның тамақтану әдетіне қандай өзгеріс енгізер еді? Түсіндіңіздер ме оқушылар? Иә, әрқайсымыз тыңдап кодқа кіріп тыңдап қараймыз. Иә, тыңдап қараймыз оқушылар. Тыңдадыңыздар ма? Ана сөйлеп тұрған ғалымды таныдыңыз ба? Кім екен ол сөйлеп тұрған ғалым? Лунин, иә, орыс ғалымы, мына витаминдерді ашқан орыс ғалымы сөйлеп тұр сізге тапсырма беріп жатыр. Ал жұртпен жұмыс жасаймыз бәрі. Түсіндіңіздер ғой, оқушылар сіздерге қараң. Ерлан соңғы уақытта тез шаршайды дейді, қол аяғы дірілдейді дейді, ұйқысы бұзылады. Ол негізінен ақ тәтті нандарды көп жейді, кеспей тағамдарды жақсы көреді, макарондарды, кеспей тағамдарды жейді. Ерланда қандай дәрумен жетіспейтінін анықтайсыңыз. Екінші, бұл дәрумен жетіспесе қандай ауру пайда болатынын анықтайсыңыз. Үшінші, бұл дәрумен қандай топқа жатады? Суда еритін дәрумендерге жата ма, майда еритін дәрумендерге жата ма? Соны анықтайсыңыз, талдайсыңыз. Сосын, ерланның тамақтану әдетіне қандай өзгерістер өседі? Дәрумен мен аурулар арасындағы байланысты анықтайсыздар. Сіздер түсіндіңіздер ғой, да? Жерде көру қабілетін неге төмендейді? Көру қабілеті үшін қандай дәрумен керек бізге? Дәрумен мектепте жетіспейтін тапшылығы қандай? Бұл дәрумен суда ери ма, майда ери ма? Майда ери ма? Осыны айтасыздар. Сіздерге оқушылар, сіздерге сүйегім неге әлсіз дейді? Айдың деген баланың сүйегі. Қандай дәрумен жетіспейді? Ол дәрумен суда ери ма, майда ери ма? Осы туралы айтасыздар. Ал екінші топ, бірінші топтан оқушылар. Екінші топ. Ал жақсында бастаймыз балалар, болды, уақытты үнемдейік. Уақытымыз кетіп жатыр. Бірінші топ, кім сөйлейді? Ал жақсы тез-тез айтамыз. Ерланның ағзасына бұл дәрумен жетіспейді, себебі ол дәрумен болмаса бері-бері ауруына шалдығады. Бері-бері ауруы ұйқысыздыққа, тамағының бұзылуына әсер етеді. Жалпы тәтті нан, сусындардан гөрі ерланға күріш, жеміс-жидектен жасалған тағамдар, смузилер ұсынар едім. Қосыласыздар ма оқушылар? Жалпы бері-бері ауру қан тамырлар жүйесінің әлсіздігіне алып келеді, жүректің әлсіздігіне алып келеді. Сіздерге сақтап аламыз. Келесі екінші топ кім сөйлейді? Жарайсың. Келесі. Айдың ағзасына Д дәрумені жетіспейді. Д дәрумені болмаса, мешел ауруы туындайды. Бұл Д дәрумені майда еритін дәрумендерге жатады. Өте дұрыс. Д дәрумені бай тағамдарды жеу көп жарақат алуға болмайды. Өте дұрыс. Рахит, мешел ауруын түсіндіңіз ғой, қандай ауру екенін? Сүйекте кальциум жетіспегендіктен, Д3 болмайды. Содан сүйек осы әсер етеді. Өте дұрыс. Өте дұрыс. Келесі үшінші топ. Келесі үшінші топ дайынсыздар. Арайлының көзін нашар көргендіктен оның ағзасына А дәрумені жетіспейді. А дәрумені жетіспегендіктен ол соқыр ашам ауруына әкелуі мүмкін. А дәрумені майда ериді. Майда еритін дәрумендерге жалпы арайлымға не ұсынар едіңіз? А дәрумені сәбіз, өрік, тағы астава, сүлқұрын. Жалпы құрамында А дәрумені бар. Тағамдарды пайдалануды тамаша, өте дұрыс. Міне балалар, дәрумендердің қандай ауруларға жетіспеушілігі кезінде біздер қандай ауруларға тап болатынымызды біздер талдап көрдіңіздер ме? Өте жақсы жауап бердіңіздер. Рахмет сіздерге, жарайсыздар. Балалар, енді келесі үшінші тапсырмамызға көшейік, оқушылар. Жинақтау, бағалау тапсырмалары үшінші деңгей. Бұл жерде сіздерге дәрумендер кестесін құрастыру керек. Кесте беремін, сіздер қарап ақылдасып отырыңыздар. Дәрумендер кестесін
жаңағы өткен талдаған дәрумендерімізді кестеге орналастырамыз. Ал Алдақсы. Дайынбыз ба? Оқушылар оңай бол. Тапсырма. Так, бірінші дәрумен А дәрумені. Бірінші дәрумен А дәрумені. Ағзада қандай қызмет атқарады? Көру жүйесін реттейді. Көру жүйесін реттейді. Өте дұрыс. Келесі, жетіспегенде туындайтын ақшам соқыр. Табиғи көздерін қайдан аламыз? А дәруменінің табиғи көздерін. Сабыз, өрік, итмұрын дейді. Дұрыс, өте. Екінші витамин, екінші дәрумен. В1 дейді. Келесі, атқаратын қызметі қандай дейді? Атқаратын қызметі қандай? В1 дәрумені. Басқа топтар кішкене белсенді боламыз. Қолымызды көтеріп айтамыз. Қан тамырлар мен жүйке жүйесін реттейді. Дұрыс айтады. Келесі, жетіспегенде қандай ауру туындайды? Бері ауруы. Қандай? Табиғи көздері қандай? Табиғи көздері. Қасымы, күнжіс, сағырауға, абаға деп айта бересіздер. Дұрыс ма? Келесі, С дәрумені. С дәрумені ағзадағы қызметі. Оқушылар. С дәруменінің ағзадағы қызметі. Дұрыс айтады. Иммунитет қызыл еттің саулығы. Келесі, жетіспегенде қандай ауру туындайды? С дәрумені. Қырқұлақ, яғни цинк ауруы. Келесі, табиғи көздері. С дәруменінің табиғи көздерін атаймыз. Аяғы. Цитрус дақылдары, жеміс, жидектер. Келесі, Д дәрумені. Өте дұрыс. Ағзадағы қызметі. Келесі, қандай ауру? Мешел, рахит ауруы. Табиғи көздері. Д дәруменінің табиғи көздері. Д дәруменінің табиғи көздері. Келесі, Д дәруменінің табиғи көздері балалар. Д дәруменін қайдан алуға болады? Ойланамыз. Сосын күн сәулесінен аламыз. Дұрыс айтады. Күн сәулесінен. Келесі, К дәрумені. К дәрумені. Қан тамырлар, сосын ішек микрофлорасын жасады. Жетіспесе қан ұйуының бұзылуы дейді. Дұрыс айтады. Табиғи көздері. Дұрыс айтады. Е дәрумені. Е дәруменінің ағзадағы қызметі ойланамыз. Тағыда ағзада зат алмасының қызметі, сосын бедеулік ауруын туғызады. Дұрыс айтады. Жүректің әлсіздігі. Енді табиғи көздері. Көкөністер. Жарайсыздар оқушылар. Өте жарадыңыздар. Өте сабаққа қатысып отқан балаларға өте жарадыңыздар. Жақсы оқушылар, міне бүгінгі сабағымызда оқушылар бәрімізге қараймыз. Міне сабақ сіздерге ұнады ма? Сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Міне бүгін өзіміздің дәмханамызды аштық, дәмханамыздағы ас мәзірін дайындадық. Ондағы дәрумендерді санын білдік. Дәрумендердің адам ағзасына
қандай пайдасы бар екенін білдік. Егер де дәрумендер жетіспесе қандай аурулар туындайтынын білдік. Дәрумендердің суда және майда еритін түрлерімен таныстық. Енші балалар, нелеріміздің, столдарымыздың ішінде, яғни кері байланысты инфекция таралып, соны жақсылап толтыра қояйық. Әрқайсымызға бірінші жақсылап ақшын жадымызда толтырамыз, кері байланысты жасаймыз. Кері байланысты жасаймыз. Жақсы толтырамыздар оқушылар. Болғандарды сақтардың жетіне қоя қоямыз. Жақсы оқушылар, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.